Жасыл экономикаға көшу 3-4 миллиард инвестицияны қажет етеді. Бұл 2050 жылға дейін Қазақстанның дамыған 30 ел қатарына кіруіне көмектеседі. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау вице-министрі Бектас Мұхамеджанов энергетиканың қоршаған ортаға тигізер әсерін азайтуға қатысты Астанада өткен конференцияда осылай деді. Вице-министрдің айтуынша, орталық Азияда су мәселесіне жіті көңіл бөлінуі тиіс. Ол үшін суды үнемдеуге қатысты жаңа технологияларды пайдалану маңызды. Осы орайда Қазақстан өзге елдерге үлгі болуы керек деген ол. Жаңа технологиялар елдегі су мәселесінің шешімін табуына ықпалдас етеді деп отыр. Бектас Мұхамеджанов жақын арада жасыл экономикаға қатысты жаңа бағдарламаның қабылданатынын жеткізді. Әрі оны қаржыландыруға мүмкіндігіміз бар дейді. Сондай-ақ шарада энергетика саласындағы жаңа технологиялар жайында сөз қозғалды. Экологиялық таза өнім мен қоршаған ортаны қорғаудағы қоғамның рөлі талқыланды. 2015 жылға дейін өткізген есептеріміз бойынша қазіргі кезде онша көп қаражат әлі керек емес. Біз көптеген жұмыстарды енді бастап келе жатырмыз. Біз ойлаймыз, ең көп жұмыстар 2015-2020 жылдың арасында өткізеді. Бұлай санағанда 2-3 миллиард доллар әр жылғы осы жасыл экономикада біз енгізуіміз керек.